Ал құрметті достар, біз Word программасында жұмыс жасауды үйрену сабақтарын жасаудамын. Яғни бұл біздің 4-ші сабағымыз сіздермен бірге. Яғни біз енді бұл сабағымызда Word программасын қалай PDF-теуге болады. Оның оңай жолы бар. Яғни интернетімізден біз жазамыз I love PDF деп кәдімгідей ағылшын тілге қойып жазып шығасыз. I love PDF дейміз. PDF жазып саласыз. Өзі мына сайтқа келеді. Яғни осы объединить деген бар, разделить деген бар, жать, конвертировать, осы кезде конвертировать деген басасыз. Яғни бізде JPEG бұл программа арқылы, интернет арқылы суретімізді PDF-қа айналдыруға болады, Word-ты PDF-қа айналдыруға болады, кез келген PowerPoint-ты PDF-қа айналдыруға болады, Excel-ді PDF-қа айналдыруға болады. Бәрін керісінше PDF-ті суретке айналдыруға болады, неше түрлі функциясы бар. Біз бұл жерден Word-ты PDF-қа айналдырамыз. Өзіміздің Word документімізді тауып аламыз. Таптық, открыть етеміз. Шықты. Конвертация PDF деп жазамыз. Болды. Енді скачать PDF дейсіз. Көрдіңіз бе, сіздің документіңіз PDF күйіне айналдырылды. Қалай тағы да қайталайық. Конвертация Word PDF. Выбрать Word. Өзіңіздің документіңізді тауып аласыз. Болды. Bir шамалы уақыттың ішінде айналдырып береді. Скачать PDF дейсіз. PDF-іңіз шықты. Келесі, енді PDF документті ішіне өзіңіз керегін ғана PDF-ті керек болады, мысалы сізге. Ол үшін біз кез келген PDF, өзіміздің PDF документімізді ашамыз. Көрдіңіз бе? Маған 1-ші бет пен 10-ші бетке дейін ақ керек. Қалай жасаймын? Файл, печать деймін. Көрдіңіз бе? Мына жерде принтер таңдамаймын. Microsoft Print to PDF деймін. Страницаны көрсетемін. Керек жеріне, яғни распечаткада да дәл өтесіз, бірақ принтерге оны Microsoft Print to PDF дейсің. 1, 10 дейсің. Көрдіңіз бе? Қалған өзіңіз параметрін сандай бересіз. Книжный печать басасыз. Қай жерде документ сақтайсыз, соны көрсетесіз мысалға. PPL дейміз. Сохранить етеміз. Өзіңіз керек параңыз ғана PDF-те қалсын. Көрдіңіз бе? Болды. Қазір мына жерден тауып алғанды айтыңыз, достар. PPR көрдіңіз бе? Бағана документіңіз. Мына шықты PPR. 10 бет көрдіңіз бе? Өзіңізге керегіңіз. Тағы да қайталайын. Файл, печать. Принтердің атын өзгертті. Microsoft Print PDF дейсіз. Страница 1-ден 5-ке дейін, 1-ден 10-ға дейін атылмай, печать деп жібересіз. Сосын қай жерге сақтайсыз, соны көрсетесіз. Бұл болды. Енді екі PDF-ті бір PDF қылу керек. Олшын сайтқа барасыз. Объединить PDF-не көрдіңіз. Екі PDF-ті таңдап аласыз. Көрдіңіз бе? Сіз ретін ауыстыруыңызға болады. Яғни бірінші мынаны қойыңызға болады. Немесе мынаны қойыңызға болады. Қойдыңыз. Объединить PDF дейсіз. Скачать объединить PDF бассаңыз, сізге екі PDF-іңізді сізге бөліп береді. Қиындығы жоқ, достар. Яғни объединить бар. Конвертировать енді PDF-ті сіз JPEG-ге айналдырасыз. Неше түрлі функциясы бар. Кез келген нәрсені осы I love PDF арқылы, сайт арқылы сіз PDF күйіне айналдыра аласыз. Жақсы жері өзгерте алмайды. PDF-қа айналдырсаңыз, Word-та өзгертуі мүмкін. Содан қорықсаңыз, осындай инструменттің көмегімен жүгінуіңізге болады. Ал келесі сабағымызда жолыққанша сау болыңыздар.